Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай балалар жақсы көретін, жасалуы оңай әрі тез дайындалатын шоколадный кекс жасаймыз. Ешқандай миксерсіз оңай дайындалатын кекс. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Бізге кекс дайындауға керек 2 жұмыртқа, 100 грамм қант. Енді осыны венчиктің көмегімен әдемілеп араластырып аламыз. 100 миллиграмм иісі жоқ шемішке май қосамыз. Және де 130 миллиграмм мұздай сүт қосамыз. Барлығын әдемілеп араластырып аламыз. Дәмін келтіру үшін шым-шым тұз қосамыз. Енді құрғақ заттарымызды араластырып алайық. Бізге 200 грамм жоғары сұрыпты ұн керек. Және де 2 шай қасық разрыхитель керек. Және 30 грамм какао. Барлығын әдемілеп араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Барлығын әдемілеп араластырамыз. Кондитерский мешокқа салып аламыз, болмаса қасықпен де сала беруге болады. Барлығын әдемілеп салып шықтық. Енді духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің кекстеріміз дайын болды. Пудра сепсеңіздер де болады үстіне.